Tordu ata şuldasından ayrılıp Tordu kuşak tek kanonun kürede Osındaysın derinde Osındaysın şasında yerinde Sinatın olsa birge kodüge Sinayip ağatekin Мен Жакупова Гүлмира Сайпушқызы, Семей геологиялық барлау колледжісінің оқытушысы. Ұлы жеңістің 75 жылдығы аясында Шығыс Қазақстан облысында өткізіліп жатқан Мен батырдың ұрпағымын челленджге қатысу мақсатым асыл анам Жұмабаева Нұрғиза Гүлсейітқызының ағасы Жұмабаев Хамзаны еске алып, өскелең ұрпаққа батырдың ерлігі туралы деректер қалдыру. Сталинград майданы 208-ші атқыштар дивизиясы 662-ші артиллерия полкының кіші сержанты зеңбірек командирі Хамза Жұмабаев 1918 жылы Семей облысы Жарма ауданы Егіндібұлақ ауылында дүниеге келген. 1941 жылы шілде айында 23 жасар Хамза Жарма әскери комиссариатының шақыруымен соғысқа аттанады. Соғыстың ең сұрапыл кезінде Рославльден бастап Сталинград майданына, Новгород түбіндегі шайқасқа қатынасып, Латвияға жеткен. Мұрағат деректері бойынша Хамза Жұмабаев 1944 жылдың 28-31 шілде аралығында 6-шы ұрысқа қатынасқан. Ал қара қағаз 1943 жылы келіп, ата-анасын, туған туысқандарын еңіретіп жылатқан. Сонда бұл бір белгісіз жағдай болды. 1942 жылдың 4 қазанындағы номер 45-ші бұйрығы бойынша неміс басқыншыларымен шайқаста әскери тапсырманы іске асырып көрсеткен ерліктері үшін Сталинград майданының басқарушы және қатардағы құрамы ордендармен, медальдармен марапатталған. Осы бұйрықтың екінші бетінде Жұмабаев Хамза тізімде 11-ші тұр. Марапаттау қағазындағы деректер бойынша Хамза нағашымыз 1942 жылдың 13 тамызында 74-ші разъезд маңында неміс басқыншыларымен шайқаста тікелей нысанмен жаудың 2 танкісімен 1 автокөлігін атқан. Осы деректерді алғашқы рет 2018 жылы Халықтар естелігі сайтынан 75 жыл өткен соң тапқан едік. Ер есімі, ер есінде дегендей, Жұмабаев Хамза Жұмабайұлы артынан тұяқ қалдырмаса да, оның есімін дәріптейтін жиендері бар. Бүгінгі күні Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Үшбүйік ауылында Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жерлестерге арналған мемориалдық тақталар орнатылған болатын. Соның ішінде біздің нағашымызға да тақта орнатылған. Жас еді, өмір еркін бойламаған, жар сүйіп қызық думан тойламаған, аттанып оттан шыққан майданға өлімнің не екенін ойламаған. Үлкен әжеміз тойындық 9 ұл, 2 қыз өмірге әкелген болатын. Ұлдардың 2-і Хамза мен Нұркелді соғыстан оралмады. 7-і шетінеп кетті. 2 қыз Биғиза мен Нұрғиза ғана ұзақ өмір сүрді. Олардан 10 жиен, 21 жиеншар бар. Батырдың үлкен қарындасы Биғизаның немересі Сұңғат Байғонов Хамза нағашысына арнап өз өлең шумақтарын жазған болатын. Жеңіс оңай, олға емес белгілі, түсінеді, көріп өскен ел мұны, бүгін біздер алшаң басқан бейбіт күн, кеше өткен бабалардың ерлігі. Әбжыландай жер жаһанды жалмаған, жүрек бар ма, соғыс жара салмаған, отан үшін отқа түсті ерлерім, елім менен, жерім содан қалдаман. Ұлы жеңіс, ұмытылмас осы күн, теуіп кірген фашизмнің есігін, қасыққанын қиған қайсар қаһарман,
ұмытпаймыз батырлардың есімін. Қорғаймын деп елін жаудың шебінен, ақ батасын алып қалың елінен, қызыл жұлдыз орден алған Хамзатам аттаныпты біздің жарма жерінен. Сабақ алу керек ұрпақ өткеннен, азаматтар туған небір тектелден, Нұркөл деген нағашысы әкемнің оралмаған сол майданның шебінен. Шегінбеген борасада оғалдан, жауынгерлер өр рухтан жаралған, атам менің Байғонұлы Қабдырахман қан майданнан жеңіспенен оралған. Кеткен жөнбе тарихқа істе оралмай, Байғарадан ақын шыққан Омардай, шектелеміз бірдекілі жырмен, бұдан өзге шығармасын біле алмай. Әріп ақын өнеріне бағалы орын беріп, құрметтепті жоғары тыл ардагері, Биғи апам атақты сол ақынның қарындасы болады. Ардагерлер майдан менен тылдағы, сіздер нағыз батырсыздар тұлғалы, біз сіздерге мәңгі тағзым жасаймыз салтанатты шеруменен жылдағы. Тыныш болсын төменде жер, көкте күн, шұрайық бейбітшілік кептерін, баршамызға бақ береке сыйлаған жеңіс күні құтты болсын тектелім. Асылдың сынығы батырдың кіші қарындасы. Мен Жұмабаева Нұрбұлта, Семей облысы Жамбыл ауданы Бегімбұлақ ауылының тумасымын. Биыл ұлы жеңістің 75 жылдық қарсаңында соғысқа кеткен екі ағайымның бірі Жұмабаев Хамзаның ерлігі туралы балаларым интернеттен көріп, мені қуантып жатыр. Ағайым соғысқа кеткенде мен 4 жастағы бала едім. Ағайымнан қарағанға келгенде анам қатты жоқтап жылап отырғаны есімде. Мені қуантқанына балаларыма көп рахмет. Қайсар рухты қазақ барда, егемен ел Қазақстан барда, өткен батырлар рухына тағзым етеміз. Олардың ерліктері ешқашан ұмытылмайды.